Бәріне сәлем достар. Егер де сен қалай дұрыс комплектующийлар таңдаудан қиналсаң, онда бұл видеоны до конца көріп кет. Көбісі компьютер жинаудан қорқып, дайын сборкалар сатып алып жатады. Бірақ мен сендерге айтайын, ол сборканы сатып алғанша, оның ақшасына одан 2 есе мықты компьютер жинауға болады. Көп созбай видеомызды бастайық. Достар, компьютерімізді жинау үшін біз өзіміздің бюджетімізді біліп алуымыз керек. Әйтпесе комплектующийлардың бағасын қосқанда біздің ақшамыздан асып кетіп, көп уақытымыз кетеді. Достар, біз комп құрастырмай тұрып, алдымен монитор, клавиатура, мышка сатып алуымыз керек. Себебі, егер бірінші компьютерімізді құрастырып алатын болсақ, онда тупа компьютерді қоса алмаймыз. Оны барлығы біледі деп ойлаймын. Ал егер бізде монитор, клавиатура, мышка болса, онда тіпті жақсы. Бірден компты құрастыра беруге болады. Екінші қадам, ол өз бюджетімізді проценттерге бөлеміз. Мен бұл проценттерді ойдан шығарған жоқпын. Көбісі осы схемамен комп құрастырады. Біздің ақшамыздың ең көп бөлігін алатын ол видеокарта. Ол бюджеттің 39-40%-ін алады. Кетті ол процессор. Ол бюджеттің 19-20%-ін алады. Және де келесі ол материнский плата. Материнский плата ешқашан процессордан қатты қымбат, немесе қатты арзан болмауы керек. Сондықтан ол бюджеттің 10%-ін алады. Келесі бізде озу, немесе оперативный память. Оған біз бюджетіміздің 10%-ін береміз, яғни материнский платаның бағасымен бірдей. Енді кезекте жесткий диск немесе SSD. Ол жерге біз Windows файлдар және ойындарды сақтайтын боламыз. Егер де біздің ақшамыз аз болса, онда жесткий диск алған дұрыс. Оның памяті көп және бағасы арзан. Бірақ ол Windows және ойындарды баяу ашады. Ал ақшамыз көп болса, онда SSD аламыз. Оның бағасы қымбат, бірақ барлығын тез ашатын болады. Келесі блок питания. Ол ақшамыздың 7%-ін алады. Блок питанияны біз ваты арқылы таңдаймыз. Ол үшін Google-ға кіріп калькулятор для блока питания деп жазамыз. Оған компьютеріміздің характеристикасын жазып, содан шыққан ваттан 150 ваттқа көбірек блок питания таңдаймыз. Келесі біз корпусты таңдаймыз. Ол бюджеттің 5%-ін алады. Корпуска да біздің шарттарымыз болады. Біріншіден, блок питания астында орналасу керек, артында бір вентилятор, алдында 3 немесе 2 вентилятор болуы керек. Последний ол кулер. Ол процессорды салқындатып тұрады. Ол бюджеттің 2%-ін алады. Бұл жерде процессордың ватынан 50 ваттқа көбірек кулер таңдаймыз. Достар, бұл видеода мен өз білетімді айттым. Егер де осы видеоның екінші бөлімін қаласаңдар, ол бөлімде қалай дұрыс комплектующийларды таңдау керек туралы нақты айтатын боламын. Ол үшін арнаға тіркеліп лайктарыңды басып отырыңдар. Достар, сендермен бірге болған МПК арнасы. Лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Ал сау болыңдар.